Тоғжан, ойланып көрші. Ақша үшін қылмыс жасар ма едің? Осыған жауап берші. Беркін, сенің шынымен де есің ауысқан ба? Не болды? Қобалжып. Мен жай сенің ар-ұяттан аттап кетеме жоқ па соны білгім келген. Және де бір іс үшін қомақты ақша аласың. Жоқ, рахмет. Сенімен шатыспағаным жөн. Саған ешкім жамандық жаса деп тұрған жоқ, Тоғжан. Жай ғана бір адамға көмек бересің. Мынаны аласың да, Сержанға апарып бересің. Сөйтіп сен жақыныңа көмектескен. Сенің есің ауысқан ба? Тартын ауымды. Ойыңдама. Сержанға көрсетсең болды. Жүгіріп келеді. Қандай оңбаған едің? Сен мұның неге апарып соқтырарын ойладың ба? Көркем ешқашан кешірмейді. Жоқ, енді нашақормен шатысып, ақымақтық жасап жүргені рас. Бірақ күнәға батып қайтесің, мені де бұған итермелемеш? Демек, мына ақша аз болған ғой. Қолында өліп кетсе қайтесің? Сосын көркемнен де айырыламыз. Мен бұған араласпаймын. Жоқ, енді көркемнің тезірек ақылға келгенін мен де қалаймын әрине. Бірақ мынауың болмайды. Ал бұлай. Сен де нашақорсың. Есің ауысқан адамсың. Тура Сержан сияқты нашақорсың. Бірақ сенің есіртің басқа. Жоқ, Тоғжан, енді мынау соңғысы. Бұдан басқа бере алмай. Дұрыстап ойлан. Жоқ, бұлай ойлап қарасаң, көркемнің орнында болсам, көзімді ашқаның үшін рахмет айтар едім. Бірақ көркем ондай емес, ол түсінбейді. Жарайды, енді саған ақша қажет емес болса, онда... Жарайды. Келсем. Тек құрбыма жаным ашығандықтан ғана. Әрине. Бәріміздің де көркемге жанымыз ашып жүр. Ойыңдама. Сен дұрыс шешім қабылдадың. Мен келдім. Сержан? Сержан, саған не болды? Ауырды. Сен қайда жүрсің? Неге жоқ болып кеттің? Мен дәріханаға барып келдім. Қара тыныштандыратын дәрі келдім. Саған көмектеседі. Көмектеспейді. Ештеңе көмектеспейді маған. Бері қараш. Қызына дәріні ішіп аласың. Бәрі жақсы болады. Ішіп алшы. Одан да басқа бір жерге шығып қайтармыз. Мұнан іші палатадағыдай қапырық. Демалар емеспін. Қабырғалар жүрегімді айнытып барады. Мүмкін мен үйге барып қайтармын. Киімді ауыстырып қараш. Үстім кір-кір болып кеткен. Не, Сержан? Мынаны ішіп алшы. Қай-қайдағы нәрселерді ешкім келмейді. Сені қиналғандығын мен қаламаймын. Саған көмектескім келеді. Көркем, ашуланған үшін ренжімеш, өтінем. Бұл дертпен күресі мен үшін өте қатты қиын. Неткен мейірім дедің. Бұдан былай қатер жасамайын. Рас айтам. Иә, дұрыс. Мақала 15 жыл бұрын жарияланған. Есіңізде бар ма? Кімін мен студентпін. Бізге тергеу жүргізуді үйретіп жатыр. Соған қатысты ақпарат бар ма сізде?
Ақпар бар ма? Тамаша, рахмет. Маған поштама жібересіз бе? Мен сізге смс пен мекен-жайымды жіберем. Рахмет. Аңсар, сенің әңгімеңнен байқап қалдым. Сен не, тергеу жұмысымен айналысып жүрсің ба? Жарыңыз туралы жазған журналист таптым. Не, оқиға әлі есінде ме екен не? Есінде. Бар ақпаратты маған бүгін жібереді. Ақыр әйтеуір, әңгімені аяқтадыңдар ғой, Иә. Жарайды, Аңсар, бергеш. Сенің жұмысқа келгеніне 2 сағат болды. Бірақ әлі жұмысқа кіріскен жоқсың. Түсінем, анаңды іздеуім керек қой. Бірақ ар-ұятты да ұмытпағаның дұрыс болады, бауырым. Жарай ма? Қаласаң, кешке дейін қалай? Кешке дейін онсыз да қаласың, Аңсар. Өйткені мына 3 компьютер істен шыққан, соларды іске қосуым керек. Түсіндің ғой? Және тағы ғана зерттеу ісіңе кірісіп кетпей, осы клубтың тірліктерімен айналыс. Түсіндің ба? Колумба. Науқастың дертінен айығуына мүмкіндік бар екенін сезіну үшін бар күштеріңізді жиып, үйде позитивті жағдай қалыптастыру керек. Анашым, мен олайын, анашым, тағы да жылап отырсыз ба? Уәде беріп едіңіз ғой? Жаман ырым шақыруға болмайды. Біз мықты болуымыз керек. Өзімді мықтымын деп ойлаушы едім. Бірақ бұған көнбек алар емеспін. Қолыңыздан келеді. Әкеме ештеңе де болмайды. Әкеміз қашанда қиындықтың бәрін жеңе білген. Қиындықты жеңе біледі ау. Бірақ мына дертті жалғыз өзі жеңе алмайды. Қасында біз бармыз ғой. Бәріміз бір ауыздан қолдау көрсетеміз. Еміне ақша жинаймыз. Біз бәрін жеңеміз, ана. Насыретте әкем екеуіңіз жап-жассыздар ғой? Қай жерде түсінгенсіздер? Байқалды. Анаң көлге барған жақсы көретін. Қыдырып барғанбыз. Біз алғаш саябақтағы тоғаның қасында кездесіп едік. Ол суға қарап тұрды. Мен болсам аспан қарап тұрдым. Бірақ жанарымыз бәрібір түйісіп қалды. Анаңмен кездескен соң бар арманын орындаймын деп уәде бердім. Жер бетіндегі ең тамаша көлдерді көрсетем дедім. Анаң саяхаттанғанды армандады. Ал сіз нені армандадыңыз, әке? Менің арманым сендерсің де. Арманым орындалды. Әкең ұшқыш болуды армандады. Бірақ денсаулығына байланысты жарамады. Есесіне, әкеңнің арқасында басқалар әуеге көтерілді. Жарайды. Қой, ұйықтайық. Онсыз да түннің бір ортасына дейін отырып қалдық. Қызым, сен мұнан неге оқып жүрсің? Сіз емді бастаған соң, сізге қалай көмек көрсетуді білу үшін. Сіз ауруханаға барасыз ғой, е? Жоқ, қызым. Ауруханаға қаржы тапқанда ғана барам. Ал қазір ақша жоқ. Тайжан, қашанға ақша жоқ деп отыра береміз. Мына дертпен күресудің жолын таппағанымыз ба сонда? Тырысып жатыр Майнагүл. Ертең академияға барам. Қызметтен қайта кіріс деген ұсынысты қабылдаймын. Ал сақтандыру бойынша қандай жеңілдіктер бар екенін көрем. Иә. Ал әзірше ойындай бермейік. Ұйықтайық. Жақсы түс көрейік. Келістік пе? Келістік. Сәлем, сенен бір нәрсе сұрайын деп едім. Сен осы жерде тұрасың ба? Онда сен не шыруың бар? Тоқтай тұршы. Мен саған тиісетін ойым жоқ.
Тек бір үйді іздеп жүрмін. Мен саған навигатор емеспін. Телефон арқылы картаны ашта қарап ал. Мен телефоныма қара. Қайдағы карта? Даусы зорға шығады. Әкел көмектесейін. Мұнда ауырын затты неге жалғыз көтеріп жүрсің? Саған қай үй керек еді? Маған Безымяна 5, яғни Жолдасбеков көшесі. 5 қабатты үй. Мұнда 5 қабатты үйлер жоқ. Сен адасып кеттің. 5 қабатты үйлер анау жақта қалып қалды. 2 квартал бұрын. Жоқ, осында болу керек. Ауылдан туыстарын іздеп келген боларсың. Солай деуге болады. Сенсіз таба алмайтын сияқтымын. Міне қара. Осы үй. Бұл үй осында болған. Болған? Иә. Бәрін бұзып, мына үйлерді салып тастады. Сонымен қанша қалды дейсің? Сол 2 қорапта қалды. 2 қорап? Иә. Кішкене үнемдемейсіңдер ма? Түк келмейтін болды сендерге. Мен бизнес дамытамын үшін бұлар мен тақырға отырғызып жүр. 1, 2. Кешіріңіз Басеке. Ана жақта бір клиент кеп тұрсыз сұрайды. Өзің сөйлеші бар. Мықтылардың бірі секілді көлігін терезесін қараңғылап тастаған Басеке. Тіпті түрлері де көрінбейді. Сіз шақырып жатыр. Қашан мен артына тығылып жүрсіңдер осы, Алдына. Сен мәмен жаз. Есікті ішіне іліп алыңдар. Жақсы. Есік жап. Қош келдіңіз бізге. Біз туралы кімнен естідіңіз? Қош келдіңіз. Сізге не керек? Қалдарыңыз қалай? Тоқта! Алып қалған үйлер қайда? Тұрғындары қайда? Қайда болушы еді, өзің бір жабайы сияқтысың ғой. Оларды жаңа үйлерге орналастырды. Қай жерге? Әр жерге. Біреу осы ауданда қалды, енді бірі басқа ықшам ауданға көшіп кетті. Мысалы, менің әжеме жақын маңда пәтер берді. Демек, сенің әжен Безымяна 5-те тұрды ма? Иә, бар өмірі сол үйде өтті десе де болады. Ол мен сөйлесуге бола ма? Ол кісімен сөйлесудің реті келе қоймас. Өтінем. Оның көп уақыт алмайым. Тек 1-2 сұрақ қоям. Сонда нені білгің келеді? Мен туыстардың бізде жүр. Олар осы жерде тұрған. Ал сенің әжең олардың көршісі болса, бір нәрсе білетін шығар. Өтінем. Бұл мен үшін өте маңызды. Көмектесші. Кімсің сен өзі? Қолым-ай! Түрі қара. Жібер! Не болды сошы? Шешінен! Көретем қолыңа біреу осында бірдеңе тағатын болса. Көлігімді майыстырдың ғой менің. Бірақ негіз бұл ішінде өз бақ төлеуге дайынмын. Нас құрыс. Қайдан аласың көлікті? Сатып алдым. Сатып алдым. Сәті келіп. Неме сол жер терезесін қараңғылап аласың? Белгісі білесің ғой мен адамдардың сұқтанғанын өте жақсы көрмейтінімді. Жарайды. Кеңсе жүрші, мен саған бір күшті жаңалықтар айтып беремін. Кел бетіңнен бір сөйін. Қойшы. Ашы! Аш. Сәлем. Көркем, не? Сен менің де өзімді де бет қалдырып жүрсің. Едіге кешіп жоқта қаппын. Көркем, мен сен жақсы білемін. Сенің ұйықтап қалуың мүмкін емес. Не болып қалады? Айта бер. Шын айтам, шаршап жүрмін, ұйықтап қалдым. Енді кіммен болмайды дейсің? Сен мүлдем алда өлмейсің. Сондықтан бар шындығын айт. Әйтпесе ренжимін, Көркем. Едіге, менің жатақханамда сержан тұрып жатыр. Әлгі жігітің бе? Иә. Сол себеп соңғы кездері жұмыстарым көп болып кетті. Кешірші. Тоғжан оның есіркеге әуес екенін айтты. Ондай жігітті қайтесің? Біріншіден ол әдетін қойған. Енді есірткі тұтылмайды. Ал екіншіден өтінем араласпашы, мен өзім бәрін шешемін. Кешір жұмыс істеуім керек.
Көргем жоқ. Сенсіз де білем, сенің жейдеңді әкеп тастауымды өтінген. Маған неге айтпаған? Жан ашыған болар, сен көп жұмыс істеп шаршап қалған шығар деп. Айтпақшы, неге менің төсегіме жатып алғансың? Мына жақта орын бар. Сен не? Маған қырсық болғансың? Әлде мен сені ренжіткен кезім болды ма? Мен Көркемге қарағанда өзімді қорғай аламын. Саған тиісейін деген ойым болған жоқ. Дегенмен де көмегіңе рахмет. Ал сен шынымен де есірткіні тастадың ба? Шынымен тастадым. Қолыңа да алмайсың ғой. Тіпті көрсең де тұтынбайсың, солай ма? Саған Көркем менімен сөйлестеді ма? Бәлкім ақылға сал деген шығар. Ешкім де маған ештеңе деп айтқан жоқ. Жай сендерге бала уайымдағаным ғой. Сен уайымдамай ақ қойшы. Жейдеңнің қалтасын тексер. Тайжан Омарұлы, қош келдіңіз. Жағдайыңыз қалай? Денсаулығыңыз қалай? Менің денсаулығым қалай екенін бәрі білетін сияқты. Ол рас. Өзіңіз білесіз. Біздің академияда сыбыс тест тарайды. Байқауымша, ел жұрт менің бүгін тек денсаулығым сұрайтын шығар. Тайжан Омарұлы, мәселе бәрінің өсек аяңға жақын болғанда емес. Олар шынымен сіздің денсаулығыңыз алаңдайды. Сәуле, алаңдамай-ақ қойсын. Бәрі жақсы болады. Бос сөзді қойып жұмысқа кірісейік. Мен бір-екі қаулы дайындап қойып едім. Мынау жатақхана корпустарын және сыныптарды күрделі жұмыстан өткізу туралы қаулы. Ал мынау талантты жастарға арналған қосымша бюджеттік орындар. Бұл ойыңызды құптайды деп ойлайсыз ба? Байқап көрейік. Бұл ойымды әрдайым кейін қалдырып жүредім. Енді қалдырудың қажеті жоқ сияқты. Тайжан Омарұлы, шамаңыз жете ме? Өңіңіз сұп-сұр болып кеткен. Әлбетте шамам жетеді, Сәуле. Менің күнтізбемді алып келіңізші. Бір-екі маңызды кездесулер белгілеңіз. Асуым керек. Жақсы. Сатып алушы табылды. Сен кезегі. Тасымалды ұйымдастыр. Есі отырмасын. Мен өткізем. Ақшаны теңгеме аламыз. Басқа ағаларға баруға тура келеді. Сосын бір аптаның ішінде айырбастырудың сәтті түсер. Не? Жай ма? Не үшін бір аптаның ішінде? Өткен сол қатесің асығып. Әрі сомада ақшаны айырбастауда асығудың қажеті жоқ. Көзге түсіп қаласың. Сондықтан да ақырын аз-аздап өткізген айырбастаған жөн. Дұрыс па? Дұрыс. Саған негіз бар ғой, бәрін айтып отыру керек, бәрін үйрету керек. Осы үшін мен ақша алсам да артық болмас еді негізі. Сен шектен шықпасыш? Қалжың жарайды не болсыншы? Дәл қазір мен қалжыңдайтын шамам жоқ. Мына шаруаң барын бітіріп алайық, содан кейін қалжыңдасамыз. Жарайды. Қысқасы былай. Мен көлік жүргізушісін таптым. Ол шекарадан алып кетеді. Ал кеден бекетінде бізге бір адам көмектеседі. Осы білесің бе? Көмектеседі деген сөзім маған ұнамайды, саған тергеушінің де өзі біртүрлі сенімсіз сияқты. Бізде басқа амал жоқ. Бәрі оның көмегіне жүгіну керек. Енді тәуекелге баруға тура келіп тұр. Тәуекелге бару керек. Өмір бойы ұсақ текпен аспаймыз ғой енді. Қысқасы, недеміз. Бізге жаңа деңгейге көтерілу керек. Біз сатумен емес, біздің қол астымызда біз үшін басқа біреулер сатумен айналысу керек. Алло,
Жаным, қалайсың? Жо, бәрі жақсы. Тек сені қашан келетінін білейін деп едім ғой. Иә? Мені сонша күтуім керек пе сені? Жоқ, сағынып кеттім. Иә, шамамен қаншаларда келесің? 6-ларда? Жарайды, көріскенше. Кір, тек көп қайнама. Қайнамай. Байсар келді ме? Жоқ, әже, бұл... Менің атым Алдияр. Бұл Алдияр сізбен сөйлескісі келеді. Амансыз ба? Амансың ба, қарағым? 5 қабатты үйде тұрған көршілеріңіз туралы сұрайын деп едім. Ол жерде жарылыс болды. Есіңізде ме? Бірнеше адам зардап шекті ғой. Есінде бар, бірде сол жағдай туралы айтып берген болатын. Қандай жағдай? Айтып беріңізші. Пәтер тұрғындары содан кейін қайда кетіп қалды? Жарылыс. Сені Байсар жіберді ме? Жоқ. Айтып тұрмын ғой. Әлгі жарылыс туралы білгім келеді. Иә. Жарылыс. Ол кезде мен сабақ беріп тұрғам. Терезелер сынды. Одан өрт шықты. Мен жедел жәрдем шақырдым. Ал пәтерде кім болды? Ай, бәрі болды. Баласы бар әйел болды ма? Болды. Есіңізде жоқ па? Әлгі әйел осы жерге келген жоқ па? Оны көрген жоқсыз ба? Келген жоқ қой деймін. Түсінікті. Басқа әйел келді. Басқа ма? Иә. Өзі сондай бір жас, сондай сұлу, бірақ көзінде бір мұң бар. Сол бір құжаттар іздедім әй. Әлгі баласын балалар үйіне орналастырам деп. Тым болмаса бір құжат табылсайшы деп. Балалар үйіне ме? Демек, баласын құжатсыз орналастырды ма? Иә, құжатсыз орналастырды. Ал түрі қандай? Түрі сондай бір сұлу, көздер тостағандай, тура Байсардың көзінде. Бірақ көзінде бір мұң бар. Байсар шақыртпыш. Бар, ас үйде отырған шығар. Жұмыстан келгенде ас үйге кіріп шай ішіп отыратын. Кейін кезде менің бөлмеме кірмейтін болды. Байсар! Байсар! Сау болыңыз. Рахмет. Ассалаумағалейкум, Тайжан Омарұлы. Сізді көргеніме қуаныштымын. Рас па? Кәке, рас. Сіз кеткен соң академия жетімсіреп қалды. Өсек аяңға сеніп, мен жұмыстан шығармасаңыз, мен әлі де істей бередім ғой. Оны өзіңіз жақсы білесіз. Кәке, келіңіз, төрекіңіз, отырыңыз. Мен сізден кешірім сұрадым ғой. Сіздің пара алған жайлы ақпарат расталған жоқ. Дегенмен, бізге бір шара қолдануға тура келді. Ол рас. Басқа да шара қолдансаңыз болар еді ғой.
Әке, өткен қазбалап қайтеміз. Қазіргі шара туралы сөйлесейік те. Айтпақшы, жағдайыңыз қалай? Жаман емес. Әке, әйбеттеңіз. Кеше сіздің жұбайыңызбен сөйлесіп едім. Сіздің намысшыл екеніңізді білемін ғой. Сізге қандай көмек керек екенін сол кісіден сұрап білейін деп едім. Түсінікті. Айтып қойған екен ғой. Жоқ. Ол кісіні жазғырудың қажеті жоқ. Медициналық сақтандыру кешеден бастап күшіне енді. Яя академия емге кететін шығынның бәрін өтеп береді. Солай, так. Ассалаумағалейкум, Ереке. Уағалейкум ассалам. Келдіңіз әйтеу? Жоғашыңыз. Бітті, Ереке. Енді емделемін. Айтуға сылтау жоқ. Отбасыма емделемін деп уәде бердім. Дұрыс шешім. Өте дұрыс шешім. Керек нұсқалардың бәрін беріп қойдым. Палата дайын. Құжатыңыз мінекей. Емді бастауға дүйсенбі күні келейін. Не болмаса сейсенбі күні жұмысын біткен соң келуіме болады. Қазір Тайжан Омарұлы, қазір емдеуді бастаймыз. Немене? Не ғұрлым емдеуді ертерек бастасақ, сол ғұрлым дертіңізден айығуға мүмкіндігіңіз көп арта береді. Түсінікті. Бірақ мен бүгін бастай алмаймын. Мен дайын емеспін. Мен бүгін тек қана сізбен жай сөйлесейін деп келіп едім. Түсінем сізді. Қиын болады екен де түсінем. Бірақ кейінге қалдыратын мүмкіншілік жоқ бізде. Ереке, адамдардың келуіне тыйым саламыз ба? Неге? Бізде инфекциялық бөлім емес қой. Жоқ, Ереке. Менің мынандай күйімді отбасым көруге тиіс емес. Не болмаса жалғыз қала тұрғаным жақсы болар еді. Сіздің шешіміңізді түсінемін. Бірақ ертең сізге күш қуат беретін сол туысқандарыңыз. Соны ұмытпаңыз. Түсінесіз бе? Ауыр дертпен күресейін деп отырмыз. Сол күресте жеңіске жетуіңіз үшін туысқандарыңыз жаныңызда болу керек. Тек сонда ғана жеңіске жетеміз. Жүріңіз. Палатаңызға барайық. Жүріңіз. Аңсар? Сәлем. Сен мені шынымен де байқаған жоқсың ба? Кешір. Қазір көп нәрсені байқамайтын болдым. Қас қарайған кезде. Әсіресе. Сен мұнда не істеп жүрсің? Сені күтіп жүрмін. Телефон соқсам алмайсың. Қоңырау шалмайсың. Кешірші. Мен қаланы аралап келдім. Неге? Бір шаруаларым болды. Кейінірек айтып берем. Әкең қалай? Баяғыдай. Бүгін ауруханаға бару керек еді. Бірақ қалай болғанын білмеймін. Түсінікті. Аңсар.
қазір сенің қолдауың аса қажет. Бірақ сен сирек хабарласасың. Айыр. Мен саған қолдау көрсетуде дайым. Бірақ қазір маған да оңай емес қой. Жазғыруға бердің, қажет жоқ. Мен жазғырып тұрғам жоқ. Адамша сұрап тұрмын. Сен ауырып жатқан кезде мен саған қолдау көрсеттім ғой. Сен маған сонда тірек бола алмайсың ба? Онда кейінірек үйлеріңе келем. Ал қазір ше? Қазір келе алмаймын, жұмыстарым бар. Түсінікті. Жолынан қалдырмаймын. Айыр, не түсінікті? Үнемі сенің қыр соңымнан жүруіме тура келеді. Ал сен ылғида мені қашып құтылудың амалын ойлап тұрасың. Көркем, тоқташ. Кім дедің? Иә. Амансыз ба, жолдас майор? Бұл қалай болған өзі? Келіскен уақыттан 40 минут кешіктіңіз. Ал мен болсам сізге бір сөз етпей шыдамдылық танытып отырмын. Не деген шыдамды жігітті, не? Айтар шаруаң бар ма? Әлде өмірдің мәні жайлы әңгімелесейін деп пе едің? Немеге шақырдың? Әрине айтар шаруам бар. Сізге жұмыс бар. Біздің мына көлігіміз кеден бекетінен ешқандай кедергісіз өту керек. Мына жерде. Сіз соны қадағалайсыз. Шекарадағы танысыңызға хабарласыңыз. Қандай жүк келген? Көлік жуатын химиялық заттар. Түсінікті. Беретін беріп қойған шығарсыз? Ана жатақ иттер сезіп қоймайтын шығар? Әрине. Монғол. Немене? Монғол. Енді ақырын жүрмеймін. Тоқта. Біздің фургонды жол полиция ұстап алды. Хабарласыңыз танысыңызға. Қайда бір топастар жалдамау керек еді? Жолдас майор, түсінбедіңіз ғой дейме? Біздің фургон ұстап алды деп. Егер ұстап алатын болса, мен жалғыз кетпеймін, соны біліп қойыңыз. Жарайды, не болды соншама сасқалақтар? Өзің осындай істермен айналысасың. Сөйте тұрып, біз сияқты үлкен жігіттер араласып болса мәселені шеше алмайсың, иә? Тездетіңіз енді. Алло. Қалайсың, достым? Бір шаруа шығып қалды. Кешірші, мен байқамай қалдым. Көп нәрсе ойлай берем ғой. Мені дәл бұлай ешкім қорлаған емес. Айттым ғой, байқамай қалдым. Кешір. Өзім де ақымақпын. Сен мен бақытты боламын деп ойлаппын. Әкеме қатты ұқсайсың. Дәл сондай адал, ақ көңіл, сабырлысың. Содан болар. Рас айтасың ба? Жоқ. Сен де басқа жігіттер сияқты өзімшілсің. Неге маған бұлай етесің? Артық кетіп қалдым. Кешір. Қанша артық кетсең де, мен сені ешқашанда басқа біреудің атымен атаған емеспін. Аңсар, шыныңды айтшы. Мен ылғи да саған шындықты айтам. Мені тастап кетпексің бе? Бірақ батылың жетпей жүр. Солай ма? Қайдағын айтпаш. Мен сені тастайын деген ойым болған жоқ. Енді ол әңгімені қозғамай қояйықшы. Қаласа серуендеп қайтайын. Рас па? Иә, рас. Дәл қазір ма? Дәл қазір. Кеудесіндегі белгінің нөмірін айтшы. Жаттап алайын. Белгінің нөмірін айтшы деймін мен саған. Ой, сен өзі кіммен сөйлесіп тұрғанын білесің бе? Мен кеден бекетіне барып, мәселені өзім шешпесем, одан пайда жоқ. Көрініп қалмайсыз өзі. Сөйтпесек сен тауарынан айырыласың. Көлікке немене тәжірибесіз біреуді отырғызып қойғасыңдар? Ұсалып қалғанда қарағанда нағыз топастың өзі шығар. Қазір сендер өздерің орнасыңдар. Сосын мен де бәлеге қалдырасыңдар. Сондықтан мәселені тездеп шешу керек. Қысқасы, мен ана кеден бекетіне кеттім, ол жаққа барып мәселені шешуге тырысам. Осы үшін маған қарыз болғанымды ұмытпа. Көркем!
Сержан, не болды? Сен не істеп жүрсің? Онда анам жүр. Қайда? Сен түсінбейсің, Көркем. Ол өзінің күзетшілермен бірге жатақханаға келді. Мені іздеп жүр. Мен алып кетуге мүмкіндік бермеш, өтінем. Сержан, жаным, сабаңа түсші. Егер қаласаң, мен қазір барып, бәрін біліп келейін. Егер де анаңнан қорқсан, сен осына тұра бер. Жарайды ма? Ол мені ауруханаға жатқызады. Жоқ, сені ешкім ауруханаға жатқызбайды. Біз екеуміз біргеміз. Бәрін бірге шешеміз. Солай ғой? Сержан, сен маған сенесің бе? Сенем. Жарайды, сен осында 1 сағат бол. 1 сағаттан кейін жатақханаға қайтадан кел. Келісіп пе? Қалай жағдайыңыз, Тайжан Омарұлы? Басым меңзең боп тұр. Мен қорққан дос еді. Көп ұзамай кімнің аты кім екенін есіме әрең түсіретін шығармын. Бұл соншалықты қорқынышты нәрсе емес. Қалыпты жағдай. Солай болу керек, Тәжеке. Сіз уайымдамаңыз. Рахмет. Райхан қайда? Отбасыма хабарласуын өтініп едім. Райхан отбасы жағдайымен жұмыстан сұранып кетті. Сіздің жанұяңызбен мен өзім хабарласқам. Бүгін қабылдамайтын күн екенін айттым. Ол кісілер ертең таңертең келеді. Емдеріңізді көтере алмайтын сияқтымын. Қартайдым ғой. Қойыңыз енді, Тәжеке. Тағы да бастадыңыз ба? Емделіңіз келмеп еді. Енді сараптама қорытындысын күтуге шыдамыңыз жетпей жатыр ма? Жүрегім айнып тұр. Қазір Медбикені шақырамын. Ұлым қайда мен? Ұлым қайда? Қайда тағбастың? Кім? Кім? Өтірік білмегенсің, ұлым қайда? Айткен есенің барда. Оны неге менен сұрайсыз? Өтірік ақымақ бола қалма. Қайда жасырып отырсың? Оны үш жерден көрген. Айт шыныңның барында. Айт деймес саған. Жазира Сәбитқызы, менімен бұлай сөйлесіп тоғырыңыз. Мен сіздің ұлыңызды жасырып отқан жоқпын. Ол жатақханада жоқ. Сен ақымақ. Сен ақымақ не істеп жүргенін білесің бе? А? Жоқ, саған жүгіріп келіп, үйіптегі уәде бергенде сенесің бе? Ол маған да солай уәде берген. Ол ауруханада шыға салғаннан кейін 2 күннен кейін қайтадан есірткіге байланды. Ұлыңызды сізден гөрі мен жақсы білетін сияқтымын. Сержан есірткісін тастады, ол жаңа өмір бастады. Әрине, сіз қолда көрсе алмағаныңыз өкінішті ақ. Не? Сен не айтып тұрсың? Қолдау көрсетпедің? Сен не түсінесің, а? Сен не түсінесің? Өзің туған балаң көз алдыңда есірткіні қолданып, тәнтіректеп түрелік болып жүргеннен артық қандай қайғы қасірет бар? Ал сен оны өзің балалы болғанда ғана түсінесің, білдің бе? Ондайдан Құдай сақтасын. Сіз одан да үйіңізге қайтыңыз. Ал Сержанға өзім қамқор боламын. Ол үшін уайымдамаңыз. Сержан бұл дертпен өзі-ақ күреседі. Жоқ, мен мұнда полиция шақыртам. Мен оны мәжбүрлі түрде емдетемін. Оған не керек екен, мұна мен ғана білем. Жазира Сәбитқызы, сіз әрине мені кешіріңіз. Бірақ Сержанға не керек екенін мен білетін сияқтымын. Сіз қолыңыздан келген бәрін жасадыңыз. Енді мен оған көмектесем. Қанша болды дедің сөйлеспеген? 2 сағат. Қызық. Баяғыда жететін кезі болды негізі.
А? Ол хабарласу керек. Хабарласуға міндетті. Қызықты жайттар болып жатыр, достым. Бұның бәрі неге деп ойлайсың, а? Неге олай болып жатыр? Неге бұндай қиындыққа тап болдық, а? Жолымыз болмаған сияқты. Сен ойлайсың ба, жай ғана жолымыз болмады деп, әлде ана полиция әлде әдейі істеді ме? Не? Несі бар? Қазір жол-жөнекей біздің тауарды алып кетеді. Жоқ, алмайды. Ол сенің адам. Кім айтты саған? Біздің тауарды қазір басқа біреулерге өткізіп жіберсе. Онда оның көзін құртам мен. Бергеш? Берге. Егер бірдеңе болатын болса, сен оның емес, мен сенің көзіңді құртамын. Сен бұл нәрсеге өзің басыңмен жауап бересің. Алло. Иә, телефонмен айтпай қойыңыз. Ертең кездесеміз. Айттым ғой саған, он сен үйге болады деп. Бәрі ойдағыдай. Ол қалаға жақындап қалды. Мен адам танимын. Көрі? Енді сен қателеспепсің деп есептейік, әйтпесе жағдайың нашар болатынын білесің ғой сен. Мама. Сен сәуегей бола бермеш, дере ме? Бұл істі бастаған мен бе? Кімді алып тастайтынды, кімді алатын мен шешем. Мен өз жұмысымды бітірдім. Кезек сенде. Ертең бірінші партияның ақшасын күтем. Әзірше боссың. Жазира Сәбитқызы. Иә. Қайтайық түн болды ғой. Сіз де шаршадыңыз. Қолыңыз соғыңыз кемеді. Қайтсақ қайтайық. Тағы нұсқаңыз бола ма? Нұсқау болады. Ертең айтам, кеттік. Қалжан, ойланып көрші. Ақша үшін қылмыс жасар ма едің? Асқан жауап берші. Беркін, сенің шынымен де есің ауысқан ба? Не болды, қобалжып? Мен жай сенің ариаттан аттап кетеме жоқ па, соны білгім келген. Және де бір іс үшін қомақты ақша аласың. Жоқ, рахмет. Сенімен шатыспағаным жөн. Саған ешкім жамандық жаса деп тұрған жоқ, Тоқжан. Жай ғана бір адамға көмек бересің. Мынаны аласың да, Сержанға апарып бересің. Сөйтіп сен жақыныңа көмектескенің. Сенің есің ауысқан ба, тартын ауымды. Ойыңдама. Сержанға көрсетсең болды. Жүгіріп келеді. Қандай оңбаған едің? Сен мұның неге апарып соқтырарын ойладың ба? Көркем ешқашан кешірмейді. Жоқ, енді нашақормен шатысып, ақымақтық жасап жүргені рас. Бірақ күнәға батып қайтесің, мені де бұған итермелемеш? Демек, мына ақша аз болған ғой. Қолында өліп кетсе қайтесің? Сосын Көркемнен де айырыламыз. Мен бұған араласпаймын. Жоқ, енді Көркемнің тезірек ақылға келгенін мен де қалаймын әрине. Бірақ мынауың болмайды. Ал бұлай. Сен де нашақорсың. Есің ауысқан адамсың. Тура Сержан сияқты нашақорсың. Бірақ сенің есіртің басқа. Жоқ, Тоқжан, енді мынау соңғысы. Бұдан басқа бере алмаймын. Дұрыстап ойлан. Жоқ, бұлай ойлап қарасаң, Көркемнің орнында болсам, көзімді ашқаның үшін рахмет айтар едім. Бірақ Көркем ондай емес, ол түсінбейді. Жарайды, енді саған ақша қажет емес болса, онда... Жарайды. Келсем. Тек құрбыма жаным ашығандықтан ғана. Әрине. Бәріміздің де Көркемге жанымыз ашып жүр. Уайымдама.
Сен дұрыс шешім қабылдадың. Мен келдім. Сержан? Сержан, саған не болды? Ауырды. Сен қайда жүрсің? Неге жоқ болып кеттің? Мен дәріханаға барып келдім. Қарат мұстандыратына дәрі келдім. Саған көмектеседі. Көмектеспейді. Ештеңе көмектеспейді маған. Бері қарашы. Қызына дәріні ішіп аласың. Бәрі жақсы болады. Ішіп алшы. Одан да басқа бір жерге шығып қайтармыз. Мына неше палатадағыдай қапырық. Демалар емеспін. Қабырғалар жүрегімді айнытып барады. Мүмкін мен үйге барып қайтармын. Киімді ауыстырып қарашы. Үстім кір-кір болып кеткен. Не, Сержан? Мынаны ішіп алшы. Қай-қайдағы нәрселерді ешкім келмейді. Сені қиналғандығын мен қаламаймын. Саған көмектескім келеді. Көркем, ашуланған үшін ренжімеші, өтінем. Бұл дертпен күресу мен үшін өте қатты қиын. Неткен мейірім дедің. Бұдан былай қателік жасамаймын. Рас айтам. Иә, дұрыс. Мақала 15 жыл бұрын жарияланған. Есіңізде бар ма? Кіммін мен? Мен студентпін. Бізге тергеу жүргізуді үйретіп жатыр. Соған қатысты ақпарат бар ма сізде? Ақпар бар ма? Тамаша. Рахмет. Маған поштама жібересіз бе? Мен сізге SMS пен мекен-жайымды жіберем. Рахмет. Аңсар, сенің әңгімеңнен байқап қалдым. Сен не, тергеу жұмысымен айналысып жүрсің ба? Жарылыс туралы жазған журналист таптым. Не, оқиға әлі есінде ме екен не? Есінде. Бар ақпаратты маған бүгін жібереді. Ақыр әйтеуір, әңгімені аяқтадыңдар ғой, ә? Иә. Жарайды, Аңсар, бергеш. Сенің жұмысқа келгеніне 2 сағат болды. Бірақ әлі жұмысқа кіріскен жоқсың. Түсінем, анаңды іздеуің керек қой. Бірақ ар-ұятты да ұмытпағаның дұрыс болады бауырым. Жарай ма? Қаласаң, кешке дейін қалай? Кешке дейін 30-да қаласың, Аңсар. Өткен мына 3 компьютер істен шыққан, соларды іске қосуың керек. Түсіндің ғой? Және тағана зерттеу ісіңе кірісіп кетпей, осы клубтың тірліктерімен айналыс. Түсіндің ба? Колумба. Науқастың дертінен айығуына мүмкіндік бар екенін сезіну үшін бар күштеріңізді жиып, үйде позитивті жағдай қалыптастыру керек. Анашым, анашым, тағы да жылап отырсыз ба? Уәде беріп едіңіз ғой? Жаман ырым шақыруға болмайды. Біз мықты болуымыз керек. Өзімді мықтымын деп ойлаушы едім. Бірақ бұған көндік алар емеспін. Қолыңыздан келеді. Емді бастауға дүйсенбі күні келейін. Не болмаса сейсенбі күні жұмысым біткен соң келуіме болады. Қазір Тайжан Омарұлы, қазір емдеуді бастаймыз. Немене? Не ғұрлым емдеуді керек бастасақ, сол ғұрлым дертіңізден айығуға мүмкіндігіңіз көп арта береді. Түсінікті. Бірақ мен
Бүгін бастай алмаймын. Мен дайын емеспін. Мен бүгін тек қана сізбен жай сөйлесейін деп келіп едім. Түсінем сізді. Қиын болады екен де түсінем. Бірақ кейінге қалдыратын мүмкіншілік жоқ бізде. Ереке, адамдардың келуіне тыйым саламыз ба? Неге? Бізде инфекциялық бөлім емес қой. Жоқ, Ереке. Менің мынандай күйімді отбасым көруге тиіс емес. Не болмаса, жалғыз қала тұрғаным жақсы болар еді. Сіздің шешіміңізді түсінемін. Бірақ ертең сізге күш қуат беретін сол туысқандарыңыз. Соны ұмытпаңыз. Түсінесіз бе? Ауыр дертпен күресейін деп отырмыз. Сол күресте жеңіске жетуіміз үшін туысқандарыңыз жаныңызда болу керек. Тек сонда ғана жеңіске жетеміз. Жүріңіз. Палатаңызға барайық. Жүріңіз. Аңсар? Сәлем. Сен мені шынымен де байқаған жоқсың ба? Кешір. Қазір көп нәрсені байқамайтын болдым. Қас қарайған кезде. Әсіресе. Сен мұнда не істеу үшін? Сені күтіп жүрмін. Телефон соқсам алмайсың. Қоңырау шалмайсың. Кешірші. Мен қаланы аралап келдім. Неге? Бір шаруаларым болды. Кейінірек айтып берем. Әкең қалай? Баяғыдай. Бүгін ауруханаға бару керек еді. Бірақ қалай болғанын білмеймін. Түсінікті. Аңсар. Маған қазір сенің қолдауың аса қажет. Бірақ сен сирек хабарласасың. Айыр. Мен саған қолдау көрсетті де. Әрді. Дайым. Бірақ қазір маған да оңай емес қой. Жазғыруға бердің, қажет жоқ. Мен жазғырып тұрғаным жоқ. Адамша сұрап тұрмын. Сен ауырып жатқан кезде мен саған қолдау көрсеттім ба? Сен маған сонда тірек бола алмайсың ба? Онда кейінірек үйлеріңе келем. Ал қазір ше? Қазір келе алмаймын, жұмыстарым бар. Түсінікті. Жолынан қалдырмайын. Айыру не түсінікті? Үнемі сенің қыр соңынан жүруіме тура келеді. Ал сен ылғи да менен қашып құтылудың амалын ойлап тұрасың. Көркем, тоқташ. Кім дедің? Иә. Амансыз ба, жолдас майор? Бұл қалай болған өзі? Келіскен уақыттан 40 минут кешіктіңіз. Ал мен болсам сізге бір сөз етпей шыдамдылық танытып отырмын. Не деген шыдамды жігітпін, е? Айтар шаруаң бар ма? Әлде өмірдің мәні жайлы әңгімелесейін деп пе? Немеге шақырдың? Әрине айтар шаруам бар. Сізге жұмыс бар. Біздің мына көлігіміз кеден бекетінен ешқандай кедергісіз өту керек. Мына жерде. Сіз соны қадағалайсыз. Шекарадағы танысыңызға хабарласыңыз. Қандай жүк келген? Көлік жуатын химиялық заттар. Түсінікті. Беретін беріп қойған шығарсыз? Ана жатақ иттер сезіп қоймайтын шығар? Әрине. Монғол. Немене? Монғол. Енді ақырын жүрмеймін. Тоқта. Біздің фургонды жол полициясы ұстап алды. Хабарласыңыз танысыңызға. Қайдағы бір топастар жалдамау керек еді. Жолдас майор, түсінбедіңіз ғой деме? Біздің фургонды ұстап алды деп. Егер ұстап алатын болса, мен жалғыз кетпеймін, соны біліп қойыңыз. Жарайды. Не болды соншама сасқалақтап? Өзің осындай істермен айналысасың. Сөйте тұрып, біз сияқты үлкен жігіттер араласып болса мәселені шеше алмайсың, иә? Тездетіңіз енді. Алло. Қалайсың, достым?
бір шаруа шығып қалды. Кешірші, мен байқамай қалдым. Көп нәрсе ойлай берем ғой. Мені дәл бұлай ешкім қорлаған емес. Айттым ғой, байқамай қалдым. Кешір. Өзім де ақымақпын. Сен мен бақытты боламын деп ойлаппын. Әкеме қатты ұқсайсың. Дәл сондай адал, ақ көңіл, сабырлысың. Содан болар. Рас айтасың ба? Жоқ. Сен де басқа жігіттер сияқты өзімшілсің. Неге маған бұлай етесің? Артық кетіп қалдым. Кешір. Қанша артық кетсең де, мен сені ешқашанда басқа біреудің атымен атаған емеспін. Аңсар, шыныңды айтшы. Мен ылғи да саған шындықты айтам. Мені тастап кетпексің бе? Бірақ батылың жетпей жүр. Солай ма? Қайтаған айтпашы. Мен сені тастайын деген ойым болған жоқ. Енді ол әңгімені қозғамай қояйықшы. Қаласа серуендеп қайтайық. Рас па? Иә, рас. Дәл қазір ма? Дәл қазір. Кеудесіндегі белгінің нөмірін айт. Иә, шамамен қаншаларды келесің? 6-ларда? Жарайды, көріскенше. Кір, тек көп қайнама. Қайнамай. Байсар келді ме? Жоқ, әже, бұл... Менің атым Алдияр. Бұл Алдияр сізбен сөйлескісі келеді. Амансыз ба? Амансың ба, қарағым? 5 қабатты үйде тұрған көршілеріңіз туралы сұрайын деп едім. Ол жерде жарылыс болды. Есіңізде ме? Бірнеше адам зардап шекті ғой. Есінде бар, бірде сол жағдай туралы айтып берген болатын. Қандай жағдай? Айтып беріңізші. Пәтер тұрғындары содан кейін қайда кетіп қалды? Жарылыс. Сені Байсар жіберді ме? Жоқ. Айтып тұрмын ғой. Әлгі жарылыс туралы білгім келеді. Иә. Жарылыс. Ол кезде мен сабақ беріп тұрғам. Терезелер сынды. Одан өрт шықты. Мен жедел жәрдем шақырдым. Ал пәтерде кім болды? Ай, бәрі болды. Баласы бар әйел болды ма? Болды. Есіңізде жоқ па? Әлгі әйел осы жерге келген жоқ па? Оны көрген жоқсыз ба? Келген жоқ қой деймін. Түсінікті. Басқа әйел келді. Басқа ма? Иә. Өзі сондай бір жас, сондай сұлу, бірақ көзінде бір мұң бар. Сол бір құжаттар іздедім ай. Әлгі баласын балалар үйіне орналастырам деп. Тым болмаса бір құжат табылсайшы деп. Балалар үйіне ме? Демек, баласын құжатсыз орналастырды ма? Иә, құжатсыз орналастырды. Ал түрі қандай? Түрі сондай бір сұлу, көздер тостағандай, тура Байсардың көзінде. Бірақ көзінде бір мұң бар. Байсар шақыртпыш. Бар, ас үйде отырған шығар. Жұмыстан келгенде ас үйге кіріп шай ішіп отыратын. Кейін кезде менің бөлмеме кірмейтін болды. Байсар! Болды, кетіңіз. Байсар!
Байсар, Байсар, Байсар. Сау болыңыз. Рахмет. Ассалаумағалейкум, Тайжан Омарұлы. Сізді көргеніме қуаныштымын. Рас па? Кәке, әрине рас. Сізге келсең, академия жетімсіреп қалды. Өсек аяңға сеніп, мен жұмыстан шығармасаңыз, мен әлі де істей бередім ғой. Оны өзіңіз жақсы білесіз. Кәке, келіңіз, төрекіңіз, отырыңыз. Мен сізден кешірім сұрадым ғой. Сіздің пара алған жайлы ақпарат расталған жоқ. Дегенмен, бізге бір шара қолдануға тура келді. Ол рас. Басқа да шара қолдансаңыз болар еді ғой. Кәке, өткенді қазбалап қайтеміз. Қазіргі шара туралы сөйлесейік те. Айтпақшы, жағдайыңыз қалай? Жаман емес. Кәке, әйбеттеңіз. Кеше сіздің жұбайыңызбен сөйлесіп едім. Сіздің намысшыл екеніңізді білемін ғой. Сізге қандай көмек керек екенін сол кісіден сұрап білейін деп едім. Түсінікті. Айтып қойған екен ғой. Жоқ. Ол кісіні жазғырудың қажеті жоқ. Медициналық сақтандыру кешеден бастап күшіне енді. Яя академия емге кететін шығынның бәрін өтеп береді. Солай, Тәке. Ассалаумағалейкум, Ереке. Уағалейкум ассалам. Келдіңіз әйтеу? Жоғар шығыңыз. Бітті, Ереке. Енді емделемін. Айтуға сылтау жоқ. Отбасыма емделемін деп уәде бердім. Дұрыс шешім. Өте дұрыс шешім. Керек нұсқаулардың бәрін беріп қойдым. Палата дайын. Құжатыңыз мінекей. Еме ештеңе де болмайды. Әкеміз қашанда қиындықтың бәрін жеңе білген. Қиындықты жеңе біледі ау. Бірақ мына дертті жалғыз өзі жеңе алмайды. Қасында біз бармыз ғой. Бәріміз бір ауыздан қолдау көрсетеміз. Еміне ақша жинаймыз. Біз бәрін жеңеміз, ана. Насыретте әкем екеуің жап-жассыздар ғой? Қай жерде түскенсіздер? Байқалды. Анаң көлге барған жақсы көретін. Кідіріп барғанбыз. Біз алғаш саябақтағы тоғанның қасында кездесіп едік. Ол суға қарап тұрды. Мен болсам аспан қарап тұрдым. Бірақ жанарымыз бәрібір түйісіп қалды. Анаңмен кездескен соң бар арманын орындаймын деп уәде бердім. Жер бетіндегі ең тамаша көлдерді көрсетемін дедім. Анаң саяхаттанғанды армандады. Ал сіз нені армандадыңыз, әке? Менің арманым сендерсіңдер. Арманым орындалды. Әкең ұшқыш болуды армандады. Бірақ денсаулығына байланысты жарамады. Есесіне, әкеңнің арқасында басқалар әуеге көтерілді. Жарайды. Қой, ұйықтайық.
Онсыз да түннің бір ортасына дейін отырып қалдық. Қызым, сен мұнан неге оқып жүрсің? Сіз емді бастаған соң, сізге қалай көмек көрсетуді білу үшін. Сіз ауруханаға барасыз ғой, Жоқ, қызым. Ауруханаға қаржы тапқанда ғана барам. Ал қазір ақша жоқ. Тайжан, қашанғы ақша жоқ деп отыра береміз. Мына дертпен күресудің жолын таппағанымыз ба сонда? Тырысып жатыр Майнагүл. Ертең академияға барам. Қызметтен қайта кіріс деген ұсыныс қабылдаймын. Ал сақтандыру бойынша қандай жеңілдіктер бар екенін көрем. Иә. Ал әзірше ойындай бермейік. Ұйықтайық. Жақсы түс көрейік. Келістік пе? Келістік. Сәлем. Сәлем, сенен бір нәрсе сұрайын деп едім. Сен осы жерде тұрасың ба? Онда сен не шаруаң бар? Тоқтай тұршы. Мен саған тиісетін ойым жоқ. Тек бір үйді іздеп жүрмін. Мен саған навигатор емеспін. Телефон арқылы картаны ашта қарап ал. Мен телефоныма қара. Қайдағы карта? Даусы зорға шығады. Әкел көмектесейін. Мұнда ауырды затты неге жалғыз көтеру үшін? Саған қай үй керек еді? Маған Безымяна 5, яғни Жолдасбеков көшесі. 5 қабатты үй. Мұнда 5 қабатты үйлер жоқ. Сен адасып кеттің. 5 қабатты үйлер анау жақта қалып қалды. 2 квартал бұрын. Жоқ, осында болу керек. Ауылдан туыстарын іздеп келген боларсың. Солай деуге болады. Сенсіз таба алмайтын сияқтымын. Міне қара. Осы үй. Бұл үй осында болған. Болған? Иә. Бәрін бұзып, мына үйлерді салып тастады. Сонымен қанша қалды дейсің? Сол 2 қораптай қалды. 2 қорап? Иә. Кішкене үнемін демейсіңдер ма? Түкшақ демейтін болды ғой сендерге. Мен бизнес дамытамай жүрсе, бұлар мен тақырға отырғызып жүр. 1, 2. Кешіріңіз, Басеке. Ана жақта бір клиент кеп тұр, сіз сұрайды. Өзің сөйлеші бар. Мықтылардың бірі секілді, көлігін терезесін қараңғылап тастаған Басеке. Тіпті түрлері де көрінбейді, сіз шақырып жатыр. Қашан мен артына тығылып жүрсіңдер осы, Алдына, сен мәмен жаз. Есікті ішінен іліп алыңдар. Жақсы. Есік жап. Қош келдіңіз бізге. Біз туралы кімнен естідіңіз? Қош келдіңіз. Сізге не керек? Қалдарыңыз қалай? Тоқта! Ал қалған үйлер қайда? Тұрғындары қайда? Қайда болушы еді, өзің бір жабайы сияқтысың ғой. Оларды жаңа үйлерге орналастырды. Қай жерге? Әр жерге. Біреу осы ауданда қалды, енді бірі басқа ықшам ауданға көшіп кетті. Мысалы, менің әжеме жақын маңына пәтер берді. Демек, сенің әжен Безымяна 5-те тұрды ма? Иә, бар өмірі сол үйде өтті десе де болады. Ол мен сөйлесуге бола ма? Ол кісімен сөйлесудің реті келе қоймас. Өтінем. Оның көп уақыт алмайым. Тек 1-2 сұрақ қоям. Сонда нені білгің келеді? Мен туыстардың бізде жүр. Олар осы жерде тұрған. Ал сенің әжең олардың көршісі болса, бір нәрсе білетін шығар. Өтінем. Бұл мен үшін өте маңызды. Көмектесші. Кімсің сен өзі? Қолым ай! Түрі қара. Жібер! Не болды сошы? Шешінен! Көретем қолыңа біреу осындай бірдеңе тағатын болса. Көлігімді майыстырдың ғой менің.
Бірақ негізі бұл ішінде өз бақ төлеуге дайынмын. Мына құрыс. Қайдан аласың көлікті? Сатып алдым. Сатып алдым. Сәті келіп. Неме сол жай терезесін қараңғылап аласың? Белгісі білесің ғой мен адамдардың сұқтанғанын өте жақсы көрмейтінімді. Жарайды. Кеңсеге жүрші, мен саған бір күшті жаңалықтар айтып беремін. Кел бетіңнен бір сөйін. Қойшы. Аша! Аш. Сәлем. Көркем, не? Сен менің де, өзімді де ет қалдырып жүрсің. Едіге кешіп жоқта қаптым. Көркем, мен сен жақсы білемін. Сенің ұйықтап қалуың мүмкін емес. Не болып қалады? Айта бер. Шын айтам, шаршап жүрмін, ұйықтап қалдым. Енді күнмен болмайды дейсің. Сен мүлдем алда өлмейсің. Сондықтан бар шындығын айт. Әйтпесе ренжимін, Көркем. Едіге, менің жатақханамда сержант тұрып жатыр. Әлгі жігітің бе? Иә. Сол себеп соңғы кездері жұмыстарым көп болып кетті. Кешірші. Тоғжан оның есіркеге әуес екенін айтты. Ондай жігітті қайтесің? Біріншіден ол әдетін қойған. Енді есірткі тұтылмайды. Ал екіншіден өтінем араласпашы, мен өзім бәрін шешемін. Кешір жұмыс істеуім керек. Көргем жоқ. Сенсіз де білем, сенің жейдеңді әкеп тастауымды өтінген. Маған неге айтпаған? Жан ашыған болар, сен көп жұмыс істеп шаршап қалған шығар деп. Айтпақшы, неге менің төсегіме жатып алғансың? Мына жақта орын бар. Сен не? Маған қырсығы болғансың? Әлде мен сені ренжіткен кезім болды ма? Мен Көркемге қарағанда өзімді қорғай аламын. Саған тиісейін деген ойым болған жоқ. Дегенмен де көмегіңе рахмет. Ал сен шынымен де есірткіні тастадың ба? Шынымен тастадым. Қолыңа да алмайсың ғой. Тіпті көрсең де тұтынбайсың, солай ма? Саған Көркем менімен сөйлестер ма? Бәлкім ақылға сал деген шығар. Ешкім де маған ештеңе деп айтқан жоқ. Жай сендерге бала уайымдағаным ғой. Сен уайымдамай-ақ қойшы. Жейдеңнің қалтасын тексер. Тайжан Омарұлы, қош келдіңіз. Жағдайыңыз қалай? Денсаулығыңыз қалай? Менің денсаулығым қалай екенін бәрі білетін сияқты. Ол рас. Өзіңіз білесіз. Біздің академияда сыбыс тест тарайды. Байқауымша, ел жұрт менің бүгін тек денсаулығым сұрайтын шығар. Тайжан Омарұлы, мәселе бәрінің өсек аяңға жақын болғанда емес. Олар шынымен сіздің денсаулығыңыз алаңдайды. Сәуле, алаңдамай-ақ қойсын. Бәрі жақсы болады. Бос сөзді қойып, жұмысқа кірісейік. Мен бір-екі қаулы дайындап қойып едім. Мынау жатақхана корпустарын және сыныптарды күрделі жұмыстан өткізу туралы қаулы. Ал мынау талантты жастарға арналған қосымша бюджеттік орындар. Бұл ойыңызды құптайды деп ойлайсыз ба? Байқап көрейік. Бұл ойымды әрдайым кейін қалдырып жүредім. Енді қалдырудың қажет жоқ сияқты. Тайжан Омарұлы, шамаңыз жете ме? Өңіңіз сұп-сұр болып кеткен. Әлбетте шамам жетеді, Сәуле. Менің күнтізбемді алып келіңізші. Бір-екі маңызды кездесулер белгілеңіз. Асуым керек. Жақсы. Сатып алушы табылды. Енді сен кезегің. Тасымалды ұйымдастыр. Не соғылмасын? Мен өткізем. Ақшаны теңгеме аламыз. Басқа қалаларға баруға тура келеді. Сосын бір аптаның ішінде айырбастаудың сәтті түсер.
Жай ма? Не үшін бір аптаның ішінде? Өткен сол қайтесің асығып. Ірі сомада, ақшаны айырбастауда асығудың қажеті жоқ. Көзге түсіп қаласың. Сондықтан да ақырын азаздап өткізген айырбастаған жөн. Дұрыс па? Дұрыс. Саған негіз бар ғой, бәрін айтып отыру керек, бәрін үйрету керек. Осы үшін мен ақша алсам да артық болмас еді негізі. Сен шектен шықпасаш? Қалжың жарайды, не болсын? Дәл қазір мен қалжыңдайтын шамам жоқ. Мына шаруаның барын бітіріп алайық, содан кейін қалжыңдасамыз. Жарайды. Қысқасы былай. Мен көлік жүргізушісін таптым. Ол шекарадан алып кетеді. Ал кеден бекетінде бізге бір адам көмектеседі. Осы білесің бе? Көмектеседі деген сөзім маған ұнамайды, сосын ана тергеушінің де өзі біртүрлі сенімсіз сияқты. Бізде басқа амал жоқ. Бәрі оның көмегіне жүгіну керек. Енді тәуекелге баруға тура келіп тұрғыз. Тәуекелге бару керек. Өмір бойы ұсақ текпен аспаймыз ғой енді. Қысқасы, едеміз. Бізге жаңа деңгейге көтерілу керек. Біз сатумен емес, біздің қол астымызда біз үшін басқа біреулер сатумен айналысу керек. Алло, жаным, қалайсың? Бәрі жақсы. Тек сені қашан келетінін білейін деп едім ғой. Иә? Мені сонша күтуім керек пе сені? Жоқ, сағынып кеттім.